Қабит, заттарыңызды алып келіп қойсыз ғой? Иә, алдымен жұмыстың ақысын келісіп алмадық па? Мен жаңа айттым ғой сізге ақшам жоқ деп. Мен ақшаны айтып тұрған жоқ. Мен түсінбедім. Сен сияқты сұлу келіншек ақысын басқалай да қайтарылады. Оның үстіне мен де кәде емеспін. Сіз маған не айтып тұрсыз? Шығыңыз менің үйімнен. Сен не пәккі сияқты майысып тұрсың? Жақындамаңыз маған. Рахметіңді айтамын деп айтқан өзің емес. Оңбаға жоғал көзіңді. Көмектесіңдер. Көмекке шақырмасың. Сен не істедің? Көрсетемін мен саған әлі, жақындама маған. Көмектесіңдер. Қайреке, келдің ау әйтеуір, амансың ба? Әбден мазам қашып жүйкем тозып кетті. Айсудан не хабар? Түрің бұзылып кетті ғой. Отыршы. Менде бір жайсыз хабар бар. Ойбай, не дейсің? Қаршадай батырынан айырылып қалдық па? Сен түсінбедің. Айсұлу тірі, бірақ қарақшылардың қолында. Олар болса ақша талап етіп отыр. Тағы да 40 мың. Оны қайдан табам? Білмеймін. Қайреке, таныстарымыздан, достарымыздан сұрайықты? Болмайды. Неге? Біреу айтып қойса, ол полицияның құлағына жетеді. Мүмкін сол дұрыс шығар. Полицияға хабар берейік. Қашанғы созып жүреміз енді? Әрсен екеуміз полицияға барып та көрдік бүгін. Сөйтсек олар бізді аңдып жүр екен. Бөлімшеге енді жете бергенде Әрсенге қоңырау шалып кері қайтуымызды талап етті. Апырмай, енді не істейміз? Ақшаны табу жайлы менде бір ой бар. Қарындасымды құтқару үшін неге болса да барам. Ал мен Әрсенге сенбей күдіктеніп жүрсем қателеспін. Қайреке, қалай күдіктенесің, айтшы? Әрсеннің түрінен көрініп тұрған жоқ па қандай азамат екен? Мен адам танимын. Сенікі де жөн шығар. Бірақ енді мен заңгермін ғой. Кейде күдіктенем. Бұлай істейік. Айсұлуды құтқарып алу үшін банктегі шотты Әрсеннің атына заңды түрде беру керек. Сөйтейік. Құлыным ай, қандай күйде жүр екен? Жақшаңал естідік ау әйтеуір. Медбикені алдап керекті ақпаратты біліп алдым. Дәрігерге жүзікпен қыз іздеуде деп айтып едім. Барлық шындықты жайып салдым. Мен бір нәрсені түсінбедім. Ана бала қайдан пайда болды? Оны не үшін өз атына жаздырып алды? Бір жағынан ол жақсы болды. Әйтпесе Айсұлудың ізінде таппақшы едік. Ал бала жайлы барлық дерек қолда. Енді олардың жүріп тұрғанын анықтау қиын болмас. Тамаша. Онда тездет уақытасы. Түсінесің бе енді? Бала ойыншық емес пе? Оны қалтаға тықпай алмайсың. Елдің назарын аудартпау үшін уақыт пен ақша керек. Түсіндім. Мынау ұсақ түйінге жаратарсың. Сенмен жұмыс істеуге болады екен. Маған сен. Нәтижесі көп күттірмес. Жаңалық күтем. Жақсы. Жақсы жаңалық бауырым. Ерлан өз ісін біледі деп айттың ғой саған? Иә, мұның рас. Жақында Айсұлу қолымда болады. Мұны атап өту керек. Жақын жерде жақсы бір мейрамхана бар, соған барайық.
Қойшы мейрамхана. Казиноға барайық. Казиноға бармаймыз, бауырым. Тағы да ұтыласың. Сосын көңіл күйің түседі. Қазір мен қолым шығып тұр. Сенімдісің бе? Әрине сенімді. Бұл өмірде ең басты сәттілік көру болмайды. Үйге кіріп мен көмді күнім шай. Жүр кеттік. Тірісің ба оңбаған? Білмеймін. Тірі сияқтым. Сен мен басымды жардың ғой. Жоғалт көзіңді. Ей, тоқта. Құры. Есің дұрыс па? Көзіңді жоғалт біздің үйден. Оңбаған. Шырмай енді бізге. Әлі өтінесің бұл. Оңбаған. Өмір қандай рахат, а? Мәдина! Ей, Мәдина! Ой, жалқау! Мәдина деймін! Не болды? Ей, сен осы саңыраусың ба? Ұйықтап жатсың ба? Мен кір жуып жатырым. Ой, шіркінім-ай. Аяқ асты пысық бола қаласың, е? Бар жүгір маған сусын әкеп бер. Сіз неге Ләззат апайдың халатын киіп алғансыз? Бұның енді оған қажеті жоқ. Бар жүгір, сусын әкеп шөлдеп кеттім. Сүйкімсіз. Бүкіл көңіл күйімді құртты ғой. Көрсетемін саған, жібек халат. Өмір бойы ұмытпайтын боласың. Санжарай, бұның бәрі менің қай күнәм үшін. Маған жолыққан жігіттердің барлығы оңбаған. Сенен басқасы. Кел, қолымда кел. Құмырасы. Ата-анам қайтыс болған. Өмірімде осылай күл талқаны шықты. Болғам? Мен ғой қарындасым. Аға, басыңа не болды? Тағы да Аружанмен төбелесіп қалдың ба? Көресің, ол бір күн сені тастап кетеді. Жоқ, ей. Бұл жерде Аружанның түк қатысы жоқ. Жүрші, үйге кірші. Басыңа не болған көрейін. Жүр. Қап жарылып па? Ауырып тұр ма? Қорқынышты ештеңе де жоқ сияқты. Қазір. Мұны кім істеген? Әлгі жаңадан келген көрші Айсұлу. Айсұлу? Не үшін? Білмеймін. Есі дұрыс емес есің. Ойында ештеңе жоқ деп көмектесе қойыншы деп барғам ғой. Көсеу ұстап жүреді. Тоқта. Әгел қызайын. Ұста. Мен оның бәлесінің барын бірден білгем. Қалалықтар ойларына келген істейді.
Жарайды. Мен оны былай тайраңдатып қоймаспын. Жейден шешші, жуып берейін. Рахмет қарындасым. Қандай жағдай болмасын. Маған сенетін сен ғана. Мәдина! Әй, Мәдина! Үй, Мәдина! Әй, Мәдина! Үй, Мәдина! Әй, Мәдина! Немене? Естімейсің бе? Кешіріңіз, естімедім. Тастандағы шаң сорғышыңды. Жылдан бар да менің ана жатарда киетін киіміңді түктеп бер. Ал халат ше, симай қалды ма? Немене? Мен сенің көзіңе дәл болып көрініп тұрмын ба? Мына халатың менің үстіме жақпайды екен. Үстімді қышытып жатыр. Жарайды, қазір жұмысымды бітірейін, сосын өтіктеп берем. Немене басынды қатырып тұрсың, Сенің жұмысың біткенше соны татырғасын жүруің керек пе? Бар жүгір. Айтқаныңыз болсын. Кейбір адамдардың осындай матаға аллергиясы болуға әбден мүмкін. Мәдина! Ей, жалқау неме, қайда жүрсің? Қазір! Келе жатырым! 1 минут! Ей, Мәдина! Міне, келе жатырмын ғой! Жоламаңыз. Кешіріңіз, сіз мені шошыттыңыз. Мен негізі есік қаққанмын. Сіз естімедіңіз ғой деймін. Мен айнып қалдым. Көйлек тіктірмейтін болдым. Матаны алып кетуге келдім. Неге? Мен сіздің көйлегіңізді тігіп бітіп қалдым. Тек түймелері ғана қалды. Қазір көрсетемін. Неге қараңызшы? Әлде сізге ұнамай тұр ма? Өте әдемі. Өзіңіз нағыз шебер екенсіз. Әттеген айтек. Атағыңыз жаман демесе. Ел не демейді? Шындықты білмей жатып қарадақ жағады. Егер сіз асығыс болмасаңыз, мен түймелерді тігіп тастайын. Жақсы, мен күте тұрам, егер тез болса. Жақсы. Болды. Енді үйіңе кете берсең болады. Рахмет. Мен мына түріммен үйге қалай барамын? Сенің үйінде қона салсам қайтеді? Аға, сен Аружаныңды білесің ғой. Біз енді тіл табысып келе жатқан кезде, ол мұнда келіп шу шығарғанын қаламаймын. Ол онсыз да шу шығарады. Мынаны көргеннен кейін. Бір өтірік ойлап табу керек. Қайтсам екен. Неге өтірік? Қалай болғанын айт. Көрші болғаннан кейін көмекке бардым, кейін сабап тастады де. Аружан оның көкесін көзіне көрсетеді. О, мәселе сонда болып тұр. Әлім сол үйге барып шу шығарайын деп тұр ғой. Ал оның маған керегі жоқ. Аға, сен менен бірдеңкені жасырып тұрған сияқтысың. Ол сенің басыңнан жайдан жай ұрмаған шығар? Шыныңды айт. Маған сенуге болатынын білесің ғой. Мен шынымен ақ оған көмектесейін дегем. Сосын әдемі әйел маған күлімдеп жыл сөйлегендей болды. Бәленің бәрін шығарған өзіңсің. Ертең Айсұлу, әйеліңе барып шу шығарса не істейсің? Айсұлу солай істеуі мүмкін бе? Қалай ойлайсың? Әрине мүмкін. Оның қолынан бәрі кел. Басым қатып кетті. Не істесем болады? Мен бір нәрсе ойлап тапқан сияқтымын. Өтірік айту әрине жаман, бірақ сенің амалың жоқ. Мәдина! Ой, Мәдина, атың өшкір!
Не болды? Не болды? Екіде бір болды. Қайда жүрсің сен мен? Мен өліп қалсам да сен білмейсің ғой. Шаршап бір ұйықтап алайын деп едім. Ой, ұятсыз. Ей, мен ұйықтамайым, сен қалай ұйықтайсың, а? Мына жақта мен өліп қалсам да білмейсің. Бүкіл денем қышып дуылдатып өліп баратырмын. Сен маған мынаны айтшы, а? Осы сен кірді немен жуасың, а? Ханым, мәселе кір жууда емес қой. Сіз бұрын жібек матадан тігілген қымбат киім киіп көріп пе едіңіз? Ой, сұмырай. Ал кимедік дедік. Міне, сізде жібек матаға аллергия. Сіздің денеңіздің терісі өте нәзік. Бұл өте сирек кездеседі. Сол ерекше адамдардың бірі мына сіз. Мен өзім де білетім, мен өзім ерекше туған жан екенімді. Иә, ханым. Менің негізі терім бар ғой. Жас сәбидің терісі сияқты. Иә, ханым, дәл солай. Маған басқа көйлекті жағамын менің. Қазір, ханым. Қазір басқасын берейін. Неге сен маған кешке дейін жібек матадағы киімді кидіресің, сен мен өлтіре алмай жүрсің ба не? Жоға, ханым. Бұл таза шыттан тігілген халат. Сонда да барып үтіктеп алып келгін. Микробтар болып, мен ауырып өліп қалуы мүмкін. Қазір, ханым. Менің денем. Ой. Ұйықтап жатыр. Бүгіндікке мені мазамды алып, жылап. Жұмыс жасатпай қойды. Енді жыламаймыз. Осындай уақытта баланың мазасы болатын кез ғой. Иә, оның үстіне сіз жалғызсыз, қиын шығар. Иә, баламен қиын. Егер әкесі болса жеңілірек болар ма еді? Күйеуіңіз неге сізбен бірге тұрмайды? Негізі күйеуге шыққансыз ба? Бұл менің жеке өмірім. Ол туралы қозғамай қояйық. Бұл үлкен қала емес қой. Кішкентай ғана ауыл. Ауылда сіз сияқты сұлу келіншекке жалғыз тұру оңай емес. Мен ақсосақ қыз емеспін. Көріп тұрғаныңыздай көйлектік аламын. Үй шаруасымен жақсы айналысамын. Уайымдамаңыз. Мен үй шаруасы жөнінде айтып тұрған жоқпын ғой. Түсінесіз бе? Сіз әдемісіз, жассыз. Оның үстіне жалғыз бассыз. Ал жалғыз басты әйелге еркектердің көңілі ауады. Ал оған әйелдер алаңдайды. Мені біреудің күйеулері алаңдатпайды. Сондықтан ауылдағы құрбыларыңызға айта барыңыз. Мен үшін уайымдамасын. Ай, қайдам. Жай ғана сөз оларды тынышталдыра қоямын. Жалғыз басты әйелге еркектер үйір болады ғой. Мен біреудің күйеулері үшін жауап бере алмаймын. Мінекей, көйлегіңіз де дайын болып қалды. Мына көйлекті бүгін мен үйіме киіп шығатын болсаңыз, сіздің де күйеуіңіз мен сияқты жас қыздарға бармайды да, қарамайды да. Мінекей, балам бере қойыңыз. Мына жақта бөлме бар, киіп көрсеңіз болады. Қазір. Сәлем, Меруерт. Сәлем. Сен менің шын құрбымсың ғой, ә? Егер саған мейіз болмаса басқа зат керек болатын болса, онда өзің кел. Жоқ, сенің көршің Нұрия үйінде ме? Иә, бақшасында жүр. Оны неге сұрадың? Сен оған дәл қазір дүкенге арзан қант келіпті деп айта аласың ба? Мәссаған, мен апама да айтайыншы, бізге де керек еді. Апаң айтудың қажеті жоқ. Қалай сонда? Нұрия арзан қант алады да бізге болмай ма? Түсінесің ба, дүкенге ешқандай да арзан қант келген жоқ. Маған дәл қазір Нұрияның дүкенге барғаны керек болып тұр. Жәния, сенің ойыңда не бар екен білмеймін, бірақ ертең Нұрия мен туралы бүкіл ауылға өтірікші деп өсек жайғаны керек емес. Бәлесінен аулақ.
Маған сенші, ол қазір дүкенге кіріп шыққан соң, сенің не айтқаныңды да ұмытып қалады. Өтінем, көмектесші Меруерт. Жарайды, бірақ уақыты келгенде сен де маған көмектесерсің. Рахмет, құрбым. Айсұлу! Мұрат аға. Ой, қызым ау, сен шатырда не істеп жүрсің? Жаңбыр жауған күні төбемізден су ағып, үйдің бәрі көл болды. Шатырды жөндедім. Ой, айналайын, ол енді әйелдің жұмысы ма? Неге айтпадың? Біз Әлібек екеуміз көмектесер еді. Рахмет. Көршілерімді мазалағым келген жоқ. Сондай да сөз бола ма екен? Біз сенің әжеңмен өте жақсы сыйластық. Қанша айтқанмен көрші болдық. Біз саған әрқашанда көмектесуге дайынбыз. Ұялма, айта ғой. Рахмет. Негізі, шынында да сіздерге бір өтінішім болып тұр. Иә, саспа, айт. Жаңалық көрейін десем, үйімде теледидар жоқ. Сіздердің үйлеріңізге барып жаңалықтар көріп тұрсам болады ма? Қызым ау, сондай сөз бола ма екен? Әрине, кел. Келе ғой. Рахмет. Жақсы. Аға, келемін. Gözümde güllep gün, kevdemde жылаттың қылақтым, сен қылақтым. Өзіңді көрдім де, өзімді ұмыттым. Бинго. Айттым ғой саған бүгін ұтамыз. Иә, кел. Құттықтаймыз. Тайм, бұл сіздікі. Рахмет, қарындас, рахмет. Тағы бір айналдырып жібересіз. Шаталды ұмытта, барым. Бол. Дәл осындай қолың жүре бермейді ғой. Жүр, одан да мейрамханаға барайық. Ішімдік шейік кішкене. Қыздар бар деген. Жүрші. Болды, қазір қайтамыз. Соңғы рет бір айналдырып жібересіз. Болды, сонымен қайтамыз. Соңғы рет. Looking for more queen of hearts. You're the moon like such a lash. Not little into the marsh. I'm sick of sad and everything's right. Cause you're my universe. Yes. Рахмет, қарындас. Мына санай салыңыз. Дауыс сізге. Дауыс еш отам. Гүлнәр, не болды? Ештеңе. Сен отасқалы 30 жыл болды ғой. Ас үйде күтпеген жерден жұмыс басталып кетсе, онда сенің ашуланғаның. Қой, айт, жарайды. Не болды? Мүмкін сен айтарсың. Неге осы үйге бәле шақырасың? Сен сонда не? Айсұлуды теледидар көр деп шақырғаныма бір түйіп тұрсың. Онда тұрған не бар? Әлібектің басын қатырып жүрген білмейтін адамдай бола қалмашы өзі. Әлібектің қалыңдығы бар. Не баламыздың бақытын ойламайсың ба? Мүлдем? Бәйбіше, саған не болды аяғысынан бышты-жым? Керек десең, ұлымыз үлкен азамат болды. Кімге үйленетін? Өз шеш. Ал не саған айтып тұрмын? Мына қыздың бет албаты үйге келе бергенін қаламайым. Бұл үй оған кинотеатр емес. Жарай, сенің айтқаның болсын. Қайда кеттің? Тух! Мына қыз жоқта құлағым тыныш еді. Енді осының кесірінен күйеуіммен ұрсатын болдым ғой. Гүлнәр! Бәйбіше, дастарханды босат. Ал ананың бәрін, ал, тез. Тоқта. Қолым ауырып кетті. Ой. Ақыр сен Айсұлуды кіргізбейді екенсің. Мен мына ескі теледидарды жөндеп, оған апарып беремін. Игілігіне ұстасын. Ой, шіркін ая. Менің өтініштеріме осылай елпілдеп тұрсаң ғой. Ана сынған орындықты жөндеп беріш деп айтқаныма 3 күн болды. Жарайды енді. Жасап беремін. Сәлемас па, Қасиет апай. Және, сәлем. Жақсы. Және, сен бірдеңе сатып аласың ба, әлде жай қарауға келдің ба? Жоқ, алам қазір.
ұмыттырмын, не алады. Сәлем, Қасиет. Сәлем, Асипа. Ой, көршім. Көйлегің қандай әдемі? Айсұлу тігіп берді ғой, я бірден білдім. Иә, Айсұлу тігіп берді. Маған жақ-жағынан бірші. Мен енді ол қызға көйлек тіктіртпеймін. Және сен неге Айсұлуды сөз қып тұрсың? Бұл Әлібекті қызғанып, ол қыздан қалай өшін аларын білмей жүр. Қайдағы жоқ біреуден жігітімді қызғанып не бопты? Және білсең айт, білмесең сөзді көп етпе. Айтуға аузым да бармайды. Қасет, ой бұрмай. Ағазанғаныққа біраз адам жиналып қапты. Маған 15 келі берші. Нүрия, көктен түстің бе, қайдағы арзанған? Қайдан білейін? Бүкіл алушылар жүр ғой, дүкенге арзанған келді деп. Елге керек те маған керек емес пе немене? Нұрия, тоқтай тұршы. Қанттан да маңызды әңгіме болып жатыр. Жәния, не білесің? Айтсаңшы. Айсұлу, ағам Ғабитті үйінің төбесін жасатуға шақырып, өзі қылмыңдап. Мүмкін емес. Елдің бәрі біледі ғой, сенің ағаң Ғабиттің қандай қызғұмар екенін. Көрінген етектің соңында жүреді. Өтірік, ол әйелім бар десе, ашуланып басын жарған. Ағам үйге қанған болып келді. Сұмдық-ай. Осындайда арсыз адамдар болады екен, е? Өтірік. Мүмкін емес. Мен оған сенбеймін. Өтірік емес. Мен Айсұлуға барғам. Сұрадым. Күйеуің қайда? Неге сенімен бірге тұрмайды дедім. Не деді десеңші? Не дейді? Маған ешқандай күйеудің қажеті жоқ. Күйеуімнен әбден мезі болып, ауылға кетіп қалдым деді. Міне, айттым. Және қантамасың жүрш қыдырып қайтайық. Жүр. Бәрібір өтірік. Мен оған сенбеймін. Айсұлу ондай жаман адамға ұқсамайды. Қойшы, басында бәрі сондай. Әй қатындар, алатындарыңды алыңдар да шығыңдаршы, дүкенді жабам. Балам, өп үлкен жігітсің. Ал қылығыңа қараса аңғал баласы. Не туралы айтып тұрғаныңызды түсінбедім. Саған сонында талдап берейін ба? Нені? Айсұлу, сырт көзге сыпайы болып көрінгенмен сен ойлағандай періште емес. Ол саған ғана көзін сүзіп, қырындап жүрген жоқ. Не сұмдық айтып тұрсыз? Бүгін өз көзіммен көрдім. Оның есігінің алдында Ғабиттің қалай ұшып қонып жүрген. Ал оның қандай адам екен сен жақсы білесің. Енді бір жұмыстары болған шығар. Сіз қайдан білесіз? Мүмкін бұл саған ерсі көрінбейтін шығар. Бірақ ол қалада емін еркін өскен адам. Ал қалада қандай сұмдықтардың болып жататынын сен теледидардан күнде көріп отырсың. Сондықтан ойлан, балам. Ойлан. Оның өзіңді алда барбауына жол берме. Ертең тым кеш болып кетіп жүрмесін. Ойлан. Бауырым, 50 грамм вискиден. Маған су бересің, жетеді. Не деген көздер десең? Бұндай сұлуды бұрын соңды көрмеген. Сен барлық қыздарға солай айтасың ба? Иә. Сосын қоңырау шалуды ұмытасың. Сен мен қандай екенін білмейсің ғой. Дәурен, мен ертең үйленем. Білем. Кімге деп сұрасайшы? Жарайды, кімге? Мұны отырған қызға. Сонда
қазір ғана танысып білінбеппіз. Иә? Онда тұрған не бар? Өте дұрыс. Менің досым жақында үйленеді десек те болады. Ал менің басым бос. Сондықтан қарындас телефон номеріңізді беріп жіберсеңізші. Иә. Мен жақында үйленем. Бірақ оның ақшасына ғана. Ал тойдан кейін оның көзін құртам. Тыңдашы, сен ақшаның астында қалғың келе ма? Дәурен ол жай ғана менің көлік жүргізуші. Дәурен, менің көлігімді сен жүргізесің ғой? Қарындас, менің досым қатты ішіп қойыпты. Ренжімеңізші оған, жүр. Қазір. Қайтқан несі? Мен казиноға барам. Ешқандай да казино жоқ. Көліктің кілтін әкел. Досым, қойшы. Біз казиноға барамыз, солай ғой? Ал сен қайтам десең қайта бер. Қосылды. Балам, мен мына ескі теледидарды жөндеп қойдым. Жайша? Қолай жайша. Енді ана Айсұлуда теледидар жоқ қой. Ал мына болса міне көрсетіп тұр. Босқа үйде отырғанша мүмкін сен апарып бересің, Мен ол үйге бармайым. Бармай? Бармайым. Неге бармайсың? Енді үйдің шатырын ғабит жөндеп жатыр екен ғой. Теледидарды да сол апарсын. Балам, біріншіден Айсұлу үйдің шатырын өзі жасады. Ал анашым маған ғабит жөндеп жатыр деп айтты. Мен енді өз көзіммен көрдім ғой. Айсұлу да қызық екен. Неге бізден көмек сұрамаған? Жөндеп берер едік қой. Ал екіншіден балам, есіңде болсын. Егер де бір түсініксіз жағдай туындаса, сен ешкімді тыңдама. Тура сол адамның өзіне барып сұра. Сонда сен шындықты да білесің. Өсектен даулақ боласың. Апарып бересің бе? Жания, Ғабит пен Айсұлу жайлы не әңгіме? Бәрін өзің естідің ғой. Басында қырындаған, кейін әйел барып білген соң бетін тырнап алған. Ал меніңше бәрі керісінше болған секілді. Сен ағаң оған қырындап, ал ол қорғанған шығар. Сонда сен маған сенбейсің бе? Туф, Жания, бұл жерде әңгіме сеніп-сенбеу емес қой. Сен ағаң қандай екен бәрі біледі емес пе? Демек, мен өтірік айтып тұрмын ғой, Ал мүмкін ол өтірік айтқан шығар. Менің ағам қызғымар шығар. Бірақ Айсұлудың күйеуі жоқ, баласы ғана бар. Сонда кімге сену керек? Демек, сен мұның бәрін әдейі істеген екенсің ғой. Бүкіл ауылға Айсұлу туралы өсек тараттың. Сондағысы бәрі бір Әлібек үшін бе? Мұның иттігенді. Сен мен түсінбейсің. Өзіңнің жігітің болған кезде сен де өз бақытың үшін күресетін боласың. Кімде-кім солай жасайды. Жоқ, Жания, сен қатты қателесесің. Олай көпке топырақ шашудың қажеті жоқ. Өкініштісі дәл осы іске мені де араластырған. Сен мені көре алмайсың. Мінекей, енді бәрі істеді. Бірақ антеннасын ұстама, әйтпесе алдындағыдай көрсетпей қалуы мүмкін. Рахмет, Әлібек. Жаңа үйінен жаңалықтар көрсем болады ма деп әкеңнен сұрасам, теледидарды өзі беріп жіберді. Әкем сондай. Қалай рахмет айтарымды білмей тұрмын. Оның үстіне ыңғайсыз біртүрлі екен. Басқа көрші адамдардың көмегін алған саған ыңғайсыз емес пе? Әлбек, мен сені түсінбедім, сен не айтып тұрсың? Шатырымды Ғабит жөндеп берді ма? Жөндегісі келген, бірақ мен қаламадым. Оның үстіне шатырды өз қолыммен жөндеп алдым. Сен? Шын айтсам, сен шатырды қалай жөндеген мен көз алдыма елестедім аяды. Жарайды, оны ертең өзім көрермін. Әлбек, рахмет саған. Бірақ енді мұның артық. Оның үстіне біз екеуміз кеше келістік. Айсұлу, мен саған біріншіден көрішімін.
Екіншіден досыңмын. Ертең әкем екеуміз асықпай саған бәрін жөндеп береміз. Болды, осымен әңгіме бітті. Бағымда жылап кеткенесің. Қазір Санжар, қарнашты мен барып ұстап келейін. Мен де онда саған бөгет жасамақ қояйын. Шатырды ертең көреміз. Келісті бе? Болды. Жіберші. Керек емес. Керек емес. Не керек емес? Не керек емес? Бармай қойшы деймін. Барам дедім ғой мен саған. Барам Ғабит. Жіберші. Барам дедім ба? Сен не Барам. айқайлап отырсыңдар? Тағы да бір ойнасы шықты. Немене сендердің барлықтарын Айсұлудың үйінде жиналатын болғасыңдар ма? Айқайламаңдар. Есігі барлығын ашық сияқты ғой. Мүмкін бүкіл ауыл болып жиналасыңдар. Бәрін шақырсаңдар еркектерді. Тыныш деймін, қойсаңшы енді болды. Не тыныш? Елге әбден мазақ қылып кеттің ғой сен деген. Бүйтіп балаларды ойласаңшы оны. Сен балаларды ойладың ба осында келерде? Ойладың ба деймін? Ұлжан, Айсұлу саған не жаман істеді? Қара күйеуіңді. Көрдің ба? Қара. Ол мені күйеуіме қырындаған. Әйелі бар еркекке. Не қорғайын деп тұрсың ба? Тағы да бір қорғаушысы табылды. Жібер мені. Түрін қараш, шашын жұлып, Алып кетші. Алдыған іштеймін айдың. Естеріңде болсын. Естеріңде болсын. Мен Айсұлу ешкімге ренжіткізбеймін. Және оны ұятқа қалдыруға жол бермеймін. Қойшы ойнамай. Анаң өзі ұятқа қалдырып жатыр. Өзін-өзі. Жүрші кеттік болды. Я барам. Мені өлтіріп тастайсыз ба? Есіңде болсын, мен бұны былай қалдырмайын, білдің ба? Жүрші. Бәріне жаям. Бәріне айтамын, кім екен, түсінің ба? Әли, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем. Айсұлу, мен турасын сұрайын. Ғабит екеулерінің араларында бір нәрсе болып еді? Әлбек, сен маған осы сұрақ қоюға хақым бар деп ойлап тұрсың ба? Қазір ғана естіген сөздерден кейін хақым бар деп ойлаймын. Өз аузынан естігім келіп тұр. Не болған? Елдің сөзіне сенем десең, өзің білесің. Мен сенің алдында ақталмаймын. Шығып кет бар менің үйімнен. Баршы. Мүмкін емес. Мырзалар, бәстігіңіздер. Иә, қазір. Дарай, ақша бере тұр. Сен айттың ғой соған ақша жоқ деп. Қайдағы ақша? Камила, маған ақша бере тұр. Тұғасын қайтарып берем. Иә, саған сене қалдым. Мадина кеттік. Санжар балам, үстіңді де дұрыс ішпедің. Бірақ сен тынышталғаныңа да шүкір. Болды, жылама. Бізді жаңалықтардан көрсетпеді. Демек, екеумізді ешкім іздеп жатқан жоқ. Камиладан ұят болды. Ау? Не дейсің? Камиладан ыңғайсыз болды деймін. Сен ойлап тұрған сол ғана ма? Сен одан да осыншама ақшадан қалай құтыласың, соны ойла. Жанымызда сондай қыздар тұрған кезде қалай тоқтаймын? Сен қасыңда әдемі қыз тұрмаса да сен тоқтай алмайсың. Сосын, өткендегін ұмыттың ба? Олар сені енді өлтіретін анық. Ақыл үйретпеші маған. Менде бір ой бар. Ол не ой? Дұрыстап тыңда. Балам, ей, түннің бір уағында ұйықтамай не қылып отырсың? Қайда ұйқыған ашып? Басым ойлармен қатып отыр. Демек Ғабит пен Айсұлу туралы әңгімені естіген екенсің ғой. Сіз қайдан білесіз? Мен ғана емес, оны бүкіл ауыл біледі. Енді кім біледі, мүмкін жай ғана өсек шығар. Мүмкін. Оның үстіне Ғабит қандай адам екенін білесіз. Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген бар. Сен Жәния жайлы бір ауыз жаман сөз естіп көрдің бе? Жоқ. Ол өте адал қыз. Анашым, онсыз да шаршап отыр. Қойыңызшы. Неге қояды екен? Өзіңнің де Жәнияның да басын қатырмай бір жаққа шығатын уақытың келді ғой. Жәния өте еңбекқор қыз.
Жақсы қыз. Ертең соны біреу алып қашат та кетеді. Отырасың сосын аузың аңқиып. Мен өмір көргенмін ғой балам. Және сізге оңай ма? Онда қалағаныңызды жасай беріңіз. Көндігің әйтеуір. Қазір. Бол, жылама. Ал, қалай? Менің мықты екенімді мойындашы. Бұның нағыз алаяқтық екенін білесің бе? Мен олай деп айтпасам. Бәрі ақылмен жасалса, ақша қалтамда болады. Ал мердігер ештеңе дәлелдей алмайды. Жарайды, мердігер ештеңені дәлелдей алмады дейді. Бірақ сен фирманың беделін бәске тігіп отырғанын білесің бе? Менде ондай көп болған. Маған сенсең болады. Бар абыройыңнан айырыласың. Сосын осы бұйырып тұрған бизнесіңді де тақырға отырғызатынын білесің бе? Әрсен, соңғы кездері сен танымай кет. Мен өзгергем жоқ. Ол сен тәуекелге бара алмайды. Сондықтан шампанды сен емес, мен ішіп отыр. Қазір. Мына дәрілердің ішінде қайсысын беретінді білмеймін саған. Ай. Мына. Болды, жылама. Қазір. Болды. Ой, 39'da 5. Болды, жылама. Жедел жәрдем қалай шақырамын? Жоқ, телефонымда жоқ. Болды. Қазір. Түнделетіп жүрген бұл кім? Кім? Мен Айсұламын. Гүлдар, не болып қалды? Аттан жүрдей болған екен. Түніменен адам мазасынан. Гүлдар, қызық екенсің. Мүмкін көмек керек шығар оған. Түн ортасында ма? Мұңды мұхит арпалыс пен сынаққа толы, бұл өмірдің қиын жолы мұхитты мұңға толтырды. Бітпестей бұл өмір сынағы, жауқазынды сынақ.